Ассалаумағалейкум, қайырлы түн барлығыңызға. HTML курсымызды бастайық. Бірінші сабақ, жалпы HTML дегеніміз не? Енді бұл ең жеңіл тақырып. Мен сізде өздеріңіз интернетте негізі көре салсаңыздар болатын нәрсе, бірақ та мен айтып өте салайын. Былайынша айтқанда, тез шыққан тақырып қой. Интернетте, Google'да, қазақшада, орысшада материал көп та. HTML дегеніміз Википедияға қарасақ не дейді? Hypertext Markup Language. Language деген тіл. Осы тілді қолданып біз бірдеңе жасаймыз деген сөз. Не жасаймыз? Hypertext Markup. Markup деген белгілеу ғой. Бір жерге түртіп кетеміз. Мына жерде үлкен қыл, мына жерде кіші қыл деген сияқты. Жалпы HTML-ге кірмес бұрын мен аналогия көрсеткім келеді. Бұрын осы маркаптарды біз қайдан көрдік? Жол ережесінен көрдік. Мысалға, көшеде егерде ешқандай белгі болмаса, біз машинаны айдаған кезде сол по стандарту, по умолчанию қандай ереже бар? Мысалға, 60-тан аспа деген, қаланың ішінде 60-тан аспа, оң жақтан келатқан болса өткізіп жібер деген. Осында ғана ұстанамыз да кете береміз. Ал енді мынандай белгіге кездесіп қалсақ, не істейміз? Значит, демек біз главныймыз. Андай перекресткті әуелі біз бірінші өтіп кетеміз деген сөз. Одан кейін мынау главный болған приоритетіміз өшірілді. Енді біз теңбіз деген сөз да. Қайтадан орнына келді деген сөз ғой. Бағанағыдай кім оң жақтан келді, сол бірінші өту керек деп. Одан кейін мысалға мына белгі үш бұрыш. Ол нең белгісі? Керісінше второстепенный деген. Енді басқаларды өткізесің, сосын барып өтесің деген сөз да. Стоп дегенне осы жерге келген кезде міндетті түрде до конца тоқтап, сосын қайтадан ары қарай жылжу керек. Мысалға, қауіпті қиылыстардың алды болуы мүмкін, темір жолдың өткелі болуы мүмкін, сол сияқты. Жалпы көшедегі белгілер, олар да разметка деп айтсақ болады. Осы белгілер арқылы машиналар қалай жүру керек, соның ережесін бекітіп қояды. ПДД бойынша, ПДД деген стандарт қой енді. Енді тура осы сияқты бізде HTML-де де браузерге берген біздің документіміз қалай оқылу керек, соны белгілеп қоямыз. Мысалға, мына жеріне келгенде жирный қыл, мына жеріне келгенде дәу қыл, мына жеріне келгенде кішкентай қыл деген сияқты. Мына жерде сурет тұрады, мына жерде таблица, список тұрады деп ше. Қысқаша аналогия осы. Енді гипертекст деген нені білдіреді? Гипер деген енді тым үлкен деген мағына ғой. Өте үлкен, чересчур үлкен. То есть біз браузерге не нәрсе берсек те, HTML-мен ше, не нәрсе берсек те, оның барлығы текст болып барады, содан браузер өзіне керегін суретін салып шығарады. Так, қысқаша осы. Енді оған кірісу үшін не істейміз? Кірісу үшін рабочий столдан емес, бір дисктан папка ашушы керек шығар арнайы. Мысалға, менде D-дискінан жерге HTML деп папка ашайын. Так, ондай папка бар екен уже. Так, HTML курс деп қойық. Ішіне кірейік. Мына жерде қараңыздар, проводникте жол қысқа болғаны жақсы, және тек қана латын әріптерімен болғаны жақсы. Бір кириллица қосып жүрмеңіздер, папканың атын бергенде, оған дейінгі путь көрсеткен кезде, тек қана осы ағылшынша, латынша әріптерді қолданыңыздар. Солай дұрысырақ. О бастан соған дағдыланыңыздар. Жақсы, кеттік. Енді папка құрып қойдық бір, папка құрдық. Енді соған ішіне HTML документ құрайық бірінші. Оны құру үшін мышканы оң жағымен бастым, сөйтіп создать дедім. Создать дедім де текстовый документ дедім. Енді кешіріңіздер. Енді мынаның ең соңында форматы txt деп тұр, extension, расширение файла txt деп тұр, көріп тұрсыздар. Енді соны маған HTML дегенге ауыстыру керек. Былай. HTML деп. Сол кезде менен сұрайды: после измерения расширения этот файл может оказаться недоступным. Вы действительно хотите изменить его? То есть расширениесін ауыстырғанға сенімдісіз ба дейді. Бірдеңелер бұзылып кетуі мүмкін дейді. Уайымдамаңыздар, біз бәрін дұрыс істеп жатырмыз, иә дейміз.
ауыстырдық. міне қараңыздар, значогы менде браузердің значогы хромдікі шығып кетті, өйткені мен HTML-дерді хроммен ашып жүрмін да. Басып қалам, бос ақ парақ, HTML документ. Бос болса да, ол да енді документ. Так, сосын файлдың атын кириллица қылмаймыз, латынша қыламыз. Әдетте индекс HTML деп қоямыз. Индекс HTML деп қоямыз. Ең бірінші кіру нүктесін индекс деп айтады әдетте. Так, енді осыны блокнотпен ашайық. Блокнотпен ашқанда енді әркім өзінің ыңғайына қарайды. Notepad орнатып алсаңыздар болады. Notepad. Так, Notepad-ты Notepad плюс десеңіздер, сайтынан ашып көресіздер, міне notepad++org. Так, осы сайттан аласыздар. Мен сілтемесін негізі видеоның астына қойып қоярмын. Содан тауып аласыздар ары қарай. Жақсы, мен интернетімді қинамай-ақ қояйын. Кеттік ары қарай. Так, енді менде Notepad бар. Енді мынаны аламда оң жағымен басып, edit with Notepad дедім. Ішіне кіремін. Ең бірінші не деп жазайын? Сәлем, әлем деп жазайын. Сақтадым. Браузерде мынаны обновить дегенде басып қалам. Так. Файл жоқ болып кетті, өйткені ана жерде мен атын өзгерттім ғой, index.html деп. Мына жерге сол index.html деп жазам. Шықты. Сәлем, әлем. Енді түсіндірейік. Мына жерде мен тек қана жазу бердім. Қарапайым жазу бердім HTML документтің ішінде. Браузер оны дәл солай түсінді. Жазу ретінде түсінді, болды. Бағана мен айттым ғой, егерде осы келген жазуды басқаша түсінгенін қаласаңыз, оны тегтермен көрсетесіз. Тег дегеніміз браузермен сөйлесу тілі. Так, енді мынаны үлкен қылайық. Ол үшін h1 деген тегпен қоршаймыз. h1 деп аштық, сосын h1 деп жаптық. Назар аударыңыздар, мен h1 деп ашқан кезде мынандай слэш жоқ. Міне бір жерде слэш көріп тұрсыздар ма? Жабатын кезде міндетті түрде слэш болады. Көптеген новичоктар енді бастап атқан кезде h1 деп ашып, жабатын кезде тағы да өйстіп h1 деп кетеді. Бұл дұрыс емес. Мына жердегі слэшті ұмытпаңыздар. Мен осыған қараймын. Кім мұқият осылай жұмыс істеп жатыр, енді әрине соның курс өту несі деңгейі жоғары деп бағалайтын болам. Так, сәлем, әлем дедім. Енді браузерде тағы да обновить етем. Қарап тұрыңыздар, дәл қазір жазу қарапайым, размері қарапайым, әдеттегідей стандартный размермен тұр. Енді обновить етсем, үлкен болып шықты. Сәлем, әлем деп. Осы жерге дейін тапсырманы бір жасап алыңыздар, содан кейін келесі видеоға жайлап өте бересіздер. Тағы да айтам, осының астында мен Notepad-қа ссылка қойып қоям қазір, сол бойынша көшіріп алсаңыздар болады. Жақсы.